Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге ең оңай лечо салатының құрамына баклажан қосылып жасалатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жуып тазаланған таза 5-6 дана үлкен жуамызды майда етіп турап алатын боламыз. Жуып тазаланған баклажанымызды 2 бөлікке бөліп, керек емес жерін алып тастайсыздар. Басын ортасынан бөліп, ұзынша етіп тағы да турап аласыздар. Жуып тазаланған біздің сәбізімізді деп видеодағыдай турап аласыздар. Ортасынан бөліп қажеті жоқ. Ең бастысы майда етіп туралса жеткілікті. Килограмдарын барлығын описание бөліміне жазып қалдырдым. Сарымсағымыз, яғни чесногымызды майда етіп тураймыз. Тәтті бұрышымыздың керек емес жерін алып, бөліктерге бөлеміз. Өзіңіздің қалауыңыз, міндетті түрде менікіндей жасау міндетті емес, ұзынша етіп турасаңыз да болады. Бізге бір бас укроп, бір бас кинза қажет болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша орташа көлемде барлығын турап алатын боламыз. Қыздар, міндетті түрде қызанақтарыңызды ет тартқыштан тартып алыңыздар. Осылай керек емес жерін алып тастап, ал енді салатты жинақтаймыз. Үлкен кастрөлге бір кесе сұйық майымызды құямыз. Шай ішетін кесемен өлшейсіздер, немесе описание бөліміне грамын қалдырып кеттім. Жаңағы біздің туралған пиязымызды, яғни жуамызды орналастырамыз. Ең алдымен астыңғы бөлігіне, содан соң барып сәбізімізді орналастырамыз. Қолдарыңызбен барлық шеті бірдей болатындай етіп жайып шығыңыздар. Үшінші кезекте біз тәтті бұрышымызды қосамыз. Негізі тәтті бұрыштың қызыл түрін пайдалансаңыздар әдемі түс береді. Ал болмаған жағдайда кез келген түсті де пайдалана беруге болады. Барлығы бір дәм, тек қана түсінде ғана айырмашылық болады. Ең соңында біздің ұзынша етіп туралған баклажанымызды орналастырамыз. Оның үстіне лабыр жапырағы және қара бұрыштың 10-15 данасын қосасыздар. Және тұзды шай қасықпен емес, ас қасықпен өлшейсіздер. Ас қасықпен 3 ас қасық тұз қосасыздар. Одан соң барып сіздер қант қосасыздар. Қантты қыздар көрсетілген грамм бойынша қосыңыздар. Өйткені мен граммен өлшеп қостым. Шамамен айтқанда жарты кеседей қант қосасыздар. Ең соңында майда етіп туралған біздің чеснок, яғни сарымсағымызды орналастырамыз. Барлығын сарымсақ көп қосқан сайын сіздің салатыңыз өте дәмді болып шығады. Енді асықпай қыздар тасып кетпейтіндей біздің ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды қосамыз. Қызанақты қосып болғаннан кейін барып пештің астын қосасыздар. Пештің астын үлкен отқа қойып, қақпағын жауып қайнағанын күтесіздер. Өзі белгі береді, бұрқылдап қайнап бастайтын болады. Асты жабысып, пияздарыңыз күйіп кетпейді, себебі үстіне қызанақты құйғаннан кейін оның шырыны да түбіне түседі. Асықпай ожаумен жайлап, барлығы бір қалыпқа енгенше араластырасыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жайлап араластырып, толыққанды араластырып алыңыздар. Қыздар, егер қазақша каналдың дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, каналымның дамуына үлес қосып, төмендегі қызыл батырма подписацияны басып қойыңыздар. Мінекей, енді біз жай отта шамамен 30-40 минуттай қайнатасыздар. Қайнап болғаннан кейін бетіне жаңағы біздің турап дайындап қойған укроп пен кинзамызды қосып, тағы да бір 20 минуттай қайнатып аласыздар. Міндетті түрде банкаңызбен оның бетін жабатын крышканы булап аласыздар. Булап болғаннан кейін біздің қайнап тұрған салатымызды құйып орналастырамыз. Кинзамызды қосқаннан кейін 20 минут қайнағаннан кейін қыздар, өз қалауларыңыз тағы да қайнатқыларыңыз келсе, плюс 30 минут қосып қайнатуға да болады. Себебі баклажан бұл жерде өлуі керек. Өйткені өлмеген жағдайда бұл адам денсаулығына сәл зияндау. Толыққанды өлгенін қадағалаңыздар. Ешқандай мен уксус пайдаланбаймын. Егер өзіңіз уксус пайдаланғыңыз келсе, қоссаңыз болады. Мен өзім мүлде қоспаймын, өйткені құрамында сұйық май бар. Осылай банкіге толыққанды құйып, қақпағын жауып, жақсылап, банкыларыңызды жауып шығасыздар. Төңкеріп немесе меніңкі сияқты қойып, жылы одеялмен орап қойсаңыздар болады.
міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді салат. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.